Агенттік дүниежүзілік банктың сарапшыларымен бірлесіп, халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, инвестициялық қорлар туралы жаңа заң жобасын әзірледі. Бұл жоба негізінен үш маңызды мәселеге жауап береді. Біріншіден, инвестициялық қорлардың жұмысына икемділік беру, яғни заңдарды жеңілдетіп, осы салада жұмыс істеуді оңай әрі тиімді ету көзделіп отыр. Екіншіден, жеке инвесторларға көбірек мүмкіндік беру, және олар үшін тәуекелдерді азайту. Бұл әсіресе қарапайым азаматтардың қаржысын қауіпсіз әрі тиімді инвестициялауына жол ашады. Үшіншіден, венчурлық қорлар мен тікелей инвесторлар қорларының жұмысы ашық әрі түсінікті болады. Бұл сенімді арттырып, қаржы нарығының тұрақтылығына оң әсер етеді. Заң жобасында тәуекелдерді азайту мақсатында қорларды екі түрге бөлу механизмі қарастырылған. Бірінші түрі ұжымдық инвестициялау қорлары. Оларға кәсіби және қарапайым инвесторлар да қатыса алады. Себебі бұл қорлар ақшаны тек өтімділігі жоғары, тәуекелі төмен құралдарға ғана салады. Екінші түрі баламалы инвестициялау қорлары. Бұл қорларға тек біліктілігі, тәжірибесі бар инвесторлар ғана қатыса алады. Өйткені олар тәуекелі жоғары стратегияларды қолданады. Яғни табыс көбірек болуы мүмкін, бірақ қауіп те соған сай. Бұл жүйе инвесторларды қорғауға, сонымен қатар әркімнің тәуекелге дайындығына сай таңдау жасауына мүмкіндік береді. Ең алдымен жеке инвесторлардың қаржысын нақты экономикаға, яғни өндіріс, технология, шағын және орта бизнес сияқты салаларға бағыттауға мүмкіндік туады. Бұл өз кезегінде экономиканың дамуына тікелей үлес қосатыны анық. Сонымен қатар, инвестициялық қорлардың жаңа түрлері мен оларды реттеудің заманауи тәсілдері жеке инвесторлар үшін тәуекелді азайтып, олардың ақшасын әртүрлі салаларға тиімді бөлуді қамтамасыз етеді. Ал венчурлық және тікелей инвестициялық қорлар үшін есеп жүргізу мен ақпаратты жария етуге қатысты жаңа талаптар енгізіледі. Бұл осы саланың ашықтығын арттырып, инвесторлардың сенімділігін күшейтеді. Нәтижесінде технология саласына, стартаптарға және шағын бизнеске инвестициялар көбірек тартылып, алаяқтық тәуекелдері азаяды.